Боямасыз махаббат. Авторы Мұрат Кенжебаев. Сен бала, өзің қызық бала екенсің. Танымайтын адамды шекараға тегін апарып тастаймын. Ақша орнына өміріңді айтып бер дейтін, деп бастады көлікке отырып, амандық саулық сұрасқасын, жасы біразға келсе де, денесін тік ұстап жүрген қайың тарамыс денелі ақсақал. Иә, бұл ақсақалды өткенде Ақтаудан пойызбен қайтып келе жатырған сапарымда кездестірген едім. Өзбекстанға өлуге бара жатырмын. Кемпірім сонда қалды, соның қасына барам. 18-інде бар қарсылықты жеңіп, маған тиіп, 63 жыл мені тастамай, қас-қабағыма қарап, жанымда болған жарымды енді ол жақта жалғыз қалдыра алмаймын деген сөзінен соң құлағым елең еткен. Ой, ақсақал, сіз де айтады екенсіз. Өлу несі? Әлі үйленер жағдайыңыз бар сияқты ғой. Жасыңыз 80-нен асса да, махаббат сезіміңіз 20-дағы жігіттің сезімін секіртіп кетердей екен деп арзан қолпашты қойып қалдым. Ол вагонның 4 адамдық купе жанындағы төменгі орыннан қапталдағы орында отырған маған бір түрлі сынай қарады. Қарағанда да көзі мені тесіп өтіп, көздері вагон сыртындағы дүниені кесіп кеткендей сезіндім. Бала, үйлену дейсің бе? Маған тисе жасы 70-тен асқан шалы жоқ кемпір тимесе, басқа кім тисін? Ондай кемпір маған қарап, менің көйлек дамбалымды жумақ бұлай тұрсын, өзін алып жүрсе олжа. Құрсын, өзіммен өзім тыныш жүрейін. Осыдан 2 жыл бұрын кемпірім қайтқан, соған бармақшымын. Құдай берген 4 ұл, 2 қыз бар. Бәрі үйлі баранды. Бір-бір отбасының иелері. Қыздың біреуі, ұлдың екеуі отбасыларымен өзенде. Бір қыз Ақтауда, Басқұдықта, бір ұл Бейнеуде. Бұл бір ұл Өзбекстанда қалды. Ол таза дихан, егіншілікпен айналысады. Еңбегі адал, маңдай терімен тапқан нанын жеп, артылса жақын жуықпен, көрші көлеммен бөліседі. Сонысына қарай өзбек қарақалпақтың бәріне сыйлы, деді де орнынан тұрып, пойыздың ақ жаймасын төсей бастады. Төсек орнын реттеп болға соң, сыртынан киген қалың көкшіл қарадырап пальтосын шешіп, аяғындағы 44-45 размер етікті шешіп, төсекке жайғасты. Кәдімгі қазақы шал. Шимақпал, дамбал қой терісінен тігіліп, сыртын қара барқытпен қаптаған жеңсіз кеудеше, ішінен қызғылт қоңыр көйлегі көрініп тұр. Кеудешесінің жанында алтын сағаттың бауы салбырап тұр. Басында қазіргі фасонда тігілген құнды шәпкі. Иә, бөрік емес шәпкі. Артық еті жоқ келіскен шал. Ақсақал, байқаймын, біраз көргеніңіз бар сияқты. Былай келісейік, мен ауыл ішінің таксисімін, границаға қатынаймын, бірақ өміріңізді айтып берсеңіз, тегін апарып тастаймын. Сөзіңіз ірілік бар, бос сөзбен айналысатын ақсақалға ұқсамайсыз. Айтқаным айтқан, жалғыз өзіңіз кең отырып жылы барасыз деп, өтінгендей рай білдірдім. Күлімсіреген кейіппен, әй бала, өздерің айтпақшы, жау табынның жаман бір шалын қаңқытып кеткелі отырған жоқсың ба? Ол не қылған тегін дүние, әлде көлігің ауамен жүре ме? Құдайға шүкір, балдар жол кірей ақшаңды төлер, кең отырып барасын дегенің жағып отыр деді. Ақсақал, табын екенсіз ғой, жүдә жақсы, құдан боласыз. Ал жаулыққа келсек, қазақтың бір ертегісінде сөз бар еді. Көргенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба дегенде, естігенің өтірік болар, көргеніңді айт дейтін. Сол айтқандай, естіген құлақ жазықсыз болса да, кез келген әңгімені іліп қалар құлақ сорлы аңқау болады. Мен де сол көргенімді айтайын. Мен табыннан жаулық көргенім жоқ. Табынның жау екеніне дәлел көргенім жоқ. Немесе осы сөз пәленше деген би айтыпты, немесе пәлен батыр айтыпты дегенде естіген жоқпын. Сондықтан ондай қыршубай әңгіме емес, көзіммен көріп отырғанымды айтайын.
Өзімнен кейінгі тумалас ағайын екі інім табыннан қыз алып өсіп онып отыр. Үйлеріне бара қалсам, келіндерім ақ көкелеп астыма төсек салып, алдыма тәттілеп шайын қояды. Қазанына ас салуға жүгіреді. Сол құдаларымның үйіне барсам, қыз алған құда деп емес, құрметті құда деп төрінен орын сайлайды. Сөйтіп отырғандарды мен қалай жау демекпін? Жалпы табын ағайынымен қыз алысып берісіп отырғасын бұндай құйыртқы әңгіме әзіл болса да ауыр тиеді деп сөзімді аяқтап жатыр ем. Келесі купеде отырған өзім қатарлас ер адам орнынан тұрып қасыма келді де: «Аға, жаңағы әңгімеңді қайта айтшы. Мен де табын едім. Жұмыстастар, жиендер, құрдастар жау табын деп зықымды шығарушы еді. Соларға қайтарар сөз үйретші» дегенде мен еріксіз күліп жібердім. Бұл кезде менде төсек орнымды салып жатуға ыңғайланған еді. Жарайды деп екінші жігітті ертіп, Тампур жаққа барып, әйтеке Мәтжан билерден қалған ондай сөз естімегенімді, ел бастаған батырлар да ондай сөз қалдырмағанын, әлемге әйгілі Бөкенбай, Барақ, Асау барақтары туралы өзім білетінімді айтып түсіндіріп, соның отаршыл орыстың сасық жалған саясаты болуы мүмкін екенін, қазақты қазаққа жау ету үшін істелген тарихи бұрмалау болуы екенін айтып, қайтып келсем, ақсақал қалғып кеткен екен. Содан таңертең пойыздан баласыма, немересіме біреу күтіп алды. Мен телефон номерімді беріп, бір күн бұрын хабарласуын сұрадым да кетіп қалғам. Енді міне сол уәде бойынша ақсақалды шекараға Озиске әкеле жатқан бетім. Асфальт жолмен бір қалыпты жүріп келем. Әңгімеге құлағымды түріп келем. Мен 1938 жылы соғыстың алдында дүниеге келіппін. Мен 3 жастан асқанда соғыс басталғасын 3-4 ай салып, әкем майданға жоқ тыл жұмысына ма кеткен, сол кеткеннен мол кеткен із-түзсіз. Жақын ағайын тумаға әуелден жарымаған екенбіз. Әкем кеткесін олардан мүлдем ажыраппыз. Жесір қатын, жетім бала, аш құрсақ күй кешіп, шешем байғұс тапқанын менің аузыма тығып өсірді ғой. 7 жасымда ноябрьде суға түсіп кетіп, өлімнен бір қалдым. Содан аурушаң болдым. Күз болса күрк-күрк жөтелем. Әйтеуір үй шаруасына септігім тиеді. Су тасып, отын жарып, ошаққа от жағып, шешем жұмыстан келерде шайға су қайнатып қоям. Сөйтіп жүріп өстік қой. Әскерге алмады, өкпең тесік жарамайсың деген соң трактористің оқуын оқыдым. Мен 18-ден асқанымда шешем аяқ асты құлаған жерінде қайтыс болды. Жұмыстары бар, бір жар әкемді білетіндер бар, әйтеуір өйтіп-жүйтіп жерледік. Ол кезде соғыстан соңғы жылдар ешкімнің де пах дейтін күйі жоқтын. Мен тракторшы болғасың, бір бас бір тас бойдақпын. Жұмысым күндіз түні, онда-мұнда жұмсай береді. Мен жоқ демеймін, кете берем. Ыстық асты асханада жемесем, әкелген ақшама тамақ пісіріп берер жанда болмады менде. Ондай бір жексенбіде қалтамдағы бар ақшама тәттілеп тойып, тамақ жегелі нөкістің бір асханасына кіріп бара жатып едім. Үріп ауызға салғандай жарасымды киінген сүйкімді қызға соғылдым. Аз болса етікпен аяғым басып кеттім. Ауырсынған қыз ышқынып қалып, «Ау, көзіңе қарамайсыз ба? Езіп кеттіңіз ғой аяғымды» деп жыларман болып, шетке шығып отыра қалды. Мен сасқалақтап, тамақ ішем, ашпын, асығыс тамақ ішем, кетем деп сандырақтай беріппін. Аш болсаңыз адам жейсіз бе, айналаңызға қарап абайлап жүрмейсіз бе деп, ернін бұртитқанда жүрегім атша тулап, еріксіз бір орнымда теңселіп кеттім. «Ау, тұра бересіз бе? Барып, ауқатыңызды алып ішсеңізші» деп қабағын түйді. Мен сайтанның самалы соққан пендедей, екі есті адамға ұқсап, не дерімді білмей ыржидым. Ол енді шындап ашулана бастады. Адамның жанын шығарып, аяғымды басып алып, тағы күледі ғой ауыш сенің. Қызық па солды. Аяғым ісіп кетсе, нетпекпін деп ызадан булығып отыр.
Мен не деп ақталам, не айтам білмеймін. Тамақ құятын буфетке қарай бұрылып кеттім. Желкемнен сезініп барам, оқты көзбен атып отыр мені. Аяғы ісіп кетсе, мен арқалап үйіне апарыссам деп армандап та қоям. Бірақ ондай қайда маған. Мен қасына жақындап кеткен қыздың шешесі немесе жеңгесі жетіп келіп, қыздан әрі жүр, қара сирақ қу жетім, үрерге итің жоқ, қызға қырындаған не теңің деп шаптыға бастайды. Менің қызға қырындар ойымда жоқтың. Ол кезде мен сияқты тас жетімге кім қызын берсін деймін де қоям соған көндігіп. Содан бір тәрелкі супы мен второй деген макаронын жүгері нанымен алып бос тұрған стол іздеген болып қыз қалған жақты қарасам жоқ екен. Ас іштім бе жоқ па білмеймін, біреу таяқтап тастаған адамдай болып, мең-зең дел сал күйде үйге келіппін. Көз алдымнан әлгі қыздың сүйкімді бұртиған түрі кетер емес. Соны ойлап таңдатырдым десем де болады. Сол оқиғадан 10 шақты күннен соң қала орталығындағы бір автобусқа асығып жүгіріп мінбек болғанымда, есікке енді мінгелі жатқан біреуді оңдырмай соқтым. Ол қасқада жеп-жеңіл екен. Менің екпініммен ішке ұшып кіргендей болып, автобустың темір таяғына соғылды. Жұрт шулап жатыр. Әй, жайсалаң қайтеді, байғұс баланы өлтірейін дедің ғой, жау қуып келеме сонша жүгіріп деп мені жазғырып жатыр. Мен сасқалақтап қапелімде аузыма сөз түспей, автобустан қалып қоям ба деп асығыс едім. Жұмысқа іздеп қалама деп ақталып жатырмын. Құдай жаздаған адам артына бұрылғанда, о Құдай, сол қыз, мен аяғым басып кететін қыз. Ол да мені таныды, сілейіп үнсіз қалды. Мен шатасып сасқалақтап, кешір, мен ғой, асығыс жұмысқа деп, үзіп-созып бірдеңе деп жатыр ем, ол күліп жіберді. Күлкі болғанда қандай, жан-жақ түгел жарқырап қоя берді. Көктемде қою қара бұлт болып келіп нөсерлеткен өткінші жаңбырдан соң жарқ етіп шыққан күндей әсер беретін керемет күлкі. Автобус тып-тыныш боп қалды. Әлде менің құлағым бақыттан тарс бітіп қалды білмедім. Мен ештеңе сезіп тұрғаным жоқ, тек сол қыздың күлкісі. Жан дүниемді, санамды түгел жауып басып алды. Бір нәрсе қолымды жыбырлатқандай болғанда қарасам, қыз қолымен шынашағымды жұлқылап тұр екен. Сол кезде құлағым ашылып, ау, не деуге шамам жетті. Қыз, соншама есіңіз кетіп не болды? Мәжгүнсіз бе? Жұрт қарап тұр ғой, басқа жаққа қараңызшы деп жатыр екен. Қыздың беті қып-қызыл боп алаулап тұр екен. Мен жынды, мә қатты соқтым ба, бетің тегіс қызарып кетіпті ғой деуім бар емес пе? Қасында тұрған бір жар адам мырс-мырс күлді. Бір әйел, милау болмасаң аңдамайсың ба? Өлтірейін дедің ғой бейшара баланы. Өзіңді бір дию келіп, солай соқса нетер едің деп күстәланып жатыр. Мен олардың біреуін де елеп тұрған жоқпын. Солай неше аялдама жүргенім есімізде жоқ. Кім кіріп, кім шығып жатыр, оған да мән беріп жатқан жоқпын. Қаланың шетіне жақындағанда қыз түсейінші деді. Мен ығысып жол беріп жатыр ем, жаңағы күстәналаған әйел, әй ауан, қызды аямай соқтың, соның өтеуіне үйіне апарып таста, сөмкесі ауыр екен демесі бар ма? Сонда байқадым, кенеттен тігілген сөмкесі ауыр көрінді. Мен апарсайын ба деп міңгірлеген болып едім, қыз үндемеді. Бірақ әлгі әйел тағы да ой сорлы ауыш, міңгір-міңгір етпей заттарын алдына түсті деп дем беріп жіберді. Екі сумкасын жеп-жеңіл іліп алып автобустан түстім. Өзінің айтуынша, біз түскен көшенің аяқ жағында тұрады екен. Үнсіз сөмкі көтеріп келемін. 4-5 үйден соң үлкен бір алабай туралап үріп бізге шапты. Қыз қорқып маған тығылды. Бұл қабаған ит, шынжырын үзіп босанып кеткен ғой. Саудагер өзбектің иті. Босанса адам жейді дейтін деп менің қолымды тас қылып ұстап тығылып барады. Өмірі ит атаулыны аң деп есептеп көрмеген, небір алабайдан қорқуды білмейтін маған бұл күлкілі болды. Сумкаларды қойдым да алдымызға келіп ырылдап, айбат көрсетіп енді жабысқалы тұрған итке қарсы жүрдім.
Жүріп бара жатып бір кесекті іле кетіп, итті басынан салып жібердім. Қан кеткен итке тап беріп едім, шыққан ауласына қарай зып берді. Өзімді жеңімпаз сезініп, қыздың қасына жақындап, сумкаларды алып жүріп кеттік. Иттен қорықпайсыз екен, сіздің дүйеу екеніңізді біліп қалдау деймін, зытып кетті ғой деп сыңғырлап күлді. Қыздың күлкісі емес, таудан аққан мөлдір бұлақтың сылдырлап аққан арасында құрақты жағаға соққан дауысындай естілді маған. Мен әрең-әрең, мен дүйеу емеспін, менің атым Жангелді дедім. Ол, әйтеуір айттыңыз-ау, менің атым Күмісай, сіз сұрағанша өзім айтып қоя берейін деп тағы күлді. Үйіне жақындағанда алдымыздан таяқ ұстап, тарамыстай тартылған, бірақ ажарын жоғалтпаған қайсар өңді әйел шықты. Қыз апам деді. Мен састым, қызының қасынан бөтен адам көрсе, қызды да жігітті де таяқпен бір салатын шешелер болатын ол кезде. Қызды қорқып кетті, ұратын шығар деп жүрісін баяулатты. Ана әйел жақындай бере, ана саудагердің иті бос жүр дегесін таяқ алып алдыңнан шығып едім. Мынаған көмектесіп өткізген болды ғой. Сау бол айналайын, ары қарай барма, өзіміз жеткізерміз, қайта бер деді. Не дей алам, үнсіз қалдым. Қыз кетіп бара жатып қиғаштай бір қарап, сау болыңыз, рахмет деді. Мен иығым салбырап кері қайттым. Иығым салбырап үйге қайттым, не ойлап келдім, ол да есімде жоқ. Әйтеуір келе жатырмын. Үйге қалай келгенім де есімде жоқ. Келе жатып қалдым. Көз алдымда Күмісай, күлгені, жүргені, сөйлегені бәрі көз алдымнан кетер емес. Өзім ойлап қоям, үйі анау хан сарайындай. Жағдай жақсы маған қарағанда, мың есе күйлі екені көрініп тұр. Маған қызын бермейтін шығар. Сүт беріп тұратын көрші Қарақалпақ әже айтқан, байдан қайтқан біреуді кіргізіп алмасаң, саған кім қызын берсін қарағым. Екі тізеңді құшақтап жүре бермей, кіріңді жуып, асыңды пісіріп беретін біреуді кіргізіп ал. Балалары болса тіптен жақсы, өзіңе қол қанат болады дегені миыма кірмейді. Сонымен әрі-сәрі болып, есалаң күй кеше бастадым. Менің мекемемнің гараж бастығы жасы 50-ге жақын Ораз дейтін тәуір кісі еді. Сол менің селқос жүрісімді, жұмысымның берекеті кеткенін біліп қалыпты. Сол гаражға шақырып шәй ішіп отырып әңгімелестік. Ораз аға, бала солай де, шыбығыңа су жүгіріп, кеуден күйлеп жүр де. Дұрыс. Бірақ енді сенің жағдайың мәлім ғой, қыз табу қиындау болады-ау. Қайтпа біреу болмаса, ал айтып отырған қызды қайдан білейін. Жаңағыдай қайтып келген, байы өлген біреу тауып жатсаң, жігіттер болып бір қой сойып, некеңді қисақ, ЗАГСке тұрып документ алсаң, бәлкім үй болып кетерсің деп мені бір жолата өлтірді. Жұмыс жайына қалды, көңіл күйім жоқ. Бұрын жарты сағатта бітіріп тастайтын жұмысты жарты күндеп жүріп бітіре алмайтын болдым. Күмісайдың үй жағын 2 күннен бір тоғырылдап қайтам көре алмадым. Әбден болдырдым. Сондай бір күні мені гаражға әкемнің көзін көрген бір шал іздеп келді. Гараж бастық Орекең, балаға қиын боп жүр. Бүйте берсе құсадан өліп кетер. Обалына қалармыз. Қолдан келсе көмектесейік деп хабар айтып жіберген екен. Содан әлгі шал Орекең екеуі мені ертіп алып, Күмісайдың үйіне құда түсе кеттік. Гаражда селфоның полуторкі деген газигі тұрған соң мініп кеттік. Түс мезгілінде үйінде адамдары жиналған шығар деп соған бағыттап бардық. Бар екен, Күмісайды көрмедім. Әке-шешесі, үлкен бір ағасы, жеңгесі бар екен. Менің хабарым жетіп отыр екен бұл жаққа. Тіпті торуылдағаным да көрініп қалыпты. Әкесі барған беттен айтқаны, тіпті отырың деген де жоқ, қыз жоқ. Күдерлеріңді үзіңдер, жетім анау-мынау деп отырған жоқпын. Бірақ менің басқа жоспарларым бар. Сондықтан босқа әуейленбей, келген іздеріңмен қайтыңдар. Ораз ағаға қарап, саған селфоның машинасын құдалыққа мінсін деп берген жоқпыз. Машинаны орнына жеткіз, жарты сағаттан соң телефон соғып сұраймын.
Өзің де машинада, гаражда болмасаңдар, соттатып жіберем, мені танып отырсың ғой. Облыстық ОБХ-сының бастығы Адиловпын. Болды, қайқайыңдар бар. Ишті қара бұларды жұмыс уақытында мемлекеттің машинасымен селкілдеп, бар кетіңдер жұмыстарыңа деп зірк-зірк етіп. Орекең зытты, тіпті бізді ұмытып зытты. Соңынан біз кете бердік, салымыз суға кетіп салбырап. Жангелді деген дауысқа жалт қарасам, Күмісайдың ағасы екен, өзі қатарлас 2-3 жігітпен тұрған, бері кел деп шақырды. Бардым. Ағасы жағамды бүріп ұстап, енді осы көшеден көрсем, сирағыңды сындырып қолыңа берем, түсіндің бе деп тісін шықырлата сөйлеп жатыр еді. Қасындағы бір жұқалтаң шегір, қазір-ақ әкесін танытайық, быт-шыт қылып шәңкілдеп тұр. Күмісайдың ағасы, жоқ, қазір кете берсін, енді кездестірсек аямаймыз деп жағамды жұлқып-жұлқып жіберді. Мен не дейін, кете бердім. Я, төбелессем оңай алдырмаспын, бірақ ол кім, мен кім? Мен сұрауы жоқ жетіммін. Ол ОБХ-сының бастығының баласы. Сол мысымды басып тұрғасын, ернімді қаната тістеп кете бердім. Сонымен өзегімді өртеген өкініш пен ызадан жарылардай болып үйге жеттім. Бас құда, шалым, қайтейін енді, қайтейін, әкеңді танушы едім. Соның әруағы бар ғой деп келіп едім. Дым бітіре алмадым. Заман сола ғой. Анандай адамдарға 4 құбыласы түгел біреу болмаса, басқаның дәті шыдап құдалыққа бара қоймас. Біз де нағыз екенбіз, салбырлап жетіп барған. Шырағым-ай, Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген, біздің не теңіміз деп қинала-қинала кетті. Үйге келген соң жаман жастығымды құшақтап жата кеттім. Үйді басыма көтеріп жылайын десем, көзімнен тамшы жас шығар емес. Ызадан әкеме ашуландып, ерте өліп қалдың деп, шешеме ашындым, жалғыз қалдырдың деп. Құдайға ашындым, не жаздым саған деп. Түні бойы ұйықтай алмай, таң алды қалғып кетіппін. Түс көріп жатырмын, шешем келіпті. Басымды сипап, ай құлыным-ай, қиналдың-ау бота ханым, өзіңді бір дәмкестеу боп қалып едің. Шыбын жаным шырылдап, қасыңда жүрмін жалғызым. Қайтсем саған көмектесе алам. Қарағым-ай, қиналдың-ау, жарығым-ау менің деп, отырғанында оянып кеттім. Көрші сүт беретін қарақалпақ әже екен. Бас салып құшақтап еңкілдеп жылай бердім. Ол да қой демеді, жылап отырып бәрін айттым. Қызды ала алмайтынымды айттым. Осылай сорлы болып жүргенімді айтып жыладым. Әбден солқылатып жылап болғанша басымды сипап отыра берді. Әбден солылығымды басқан соң, әже маған қарап тұр, беті қолыңды жу, сүт әкелдім, ыстық шай іш. Аштан бұратылып өліп қаларсың сорлы. Қыз дейсің бе, қыз табылар, бірақ сен мына бағытта сол қыз табылам дегенше өліп қаласың ғой. Бір басыңа өзің сияқты бір жетімек табылмас дейсің бе? Тұр, еңсеңді көтер. Сені аялап, мәпелеп, сен үшін отқа да, суға да түскен шешең, сені осылай бір шүйкебас қыз үшін өлсін демеген шығар. Тұр балам, жинақтал деп алдыма сүт әкеліп қойды. Кішкене кесе сүтті де таусалмай жартылап қоя қойдым. Жүрмейді, өтпейді тамағымнан деп бетіне қарап едім. Әжем, ей бейшара бала-ай, әбден діңген құрыған екен, есіңді алған екен ғашықтық, бүйте берсең ұзаққа бармайсың ғой деп күбірлеп отырды да, бұлай болмайды, жинақтал, көрерсің басыңа салғаныңды. Сабыр ет, сені қолдаушы бір құдірет бар шығар. Жастай кеткен әке-шешеңнен айырғанда соның жақсылап берер. Сабыр қыл деді де шығып кетті. Менің көптен жинау, жөндеу, әктеу көрмеген тоқал тамым көзіне қорқынышты көрінді. Атып сыртқа шығып едім, 1959 жылдың май айының күні шақырайып тұр екен. Мен басым айналып тәлтіректей артқа шегіндім де үйдің қабырғасын сипалап құлай бердім. Көзімді ашсам ауруханада жатырмын. Кең жарық палата, жан жағымда әр койкіде бір адам жатыр. Менің қозғалғанымды байқаған есік жақтағы біреуі өзбекшелеп мына бала оянды деп айқайлады. Дәрігер келіп, ей бала,
өзіңді өзің күтпесең өлесің. Сенің асқынған бронхитің бар, саған күшті тамақ жеу керек. Ештеңеге алаңдама. Жұмысыңа хабар айттық. Үйің алдында құлап қалған соң, содан осында жеткізді. Құдай сақтап, Забгар ағаң іздеп барған екен. Сол әкелді мұнда. Сені бірдеңе ішіп уланған деп еді, олай емес екен. Сен аштықтан әлсіреп құлағансың. Бір стресс болған. Бәрі қосылып сені жыққан. Енді күтінбесең өлесің деп медсестраны шақырып укол салдырды. 4-5 түрлі таблетка дәрі әкеліп қойды. Қанша айтқанмен жаспын ғой. Ертесіне ақ жүріп тұратын жағдайға жеттім. Таңертеңгі дәрігер тексерісінен соң сыртқы аулаға шығып отырем. О, құдірет, өз көзіме өзім сенбедім. Күмісай келе жатыр және туралап әлсіз жымиып маған келе жатыр. Мен не болғанын түсінгенімше қасыма келіп, сәлем берді, қалайсыз, жақсымысыз, деуді да құлататын күш бар екен ғой деп сыңғырлап күлді. Мен міне осы жерде жиналдым. Өзіме өзім келдім де, Күмісай, я кез келген тіршілік иесін тірілтетін де, өлтіретін де махаббат, көтеретін де, құлататын да махаббат екен. Мені құлатқан саған деген махаббат. Сенсең де, сенбесең де, маған сенсіз өмір жоқ деп басып қалдым. Көктемнің әдемі күнінде жапырақтар арасынан ойнақтай түскен күн сәулесі оның жүзінің бір қызарып, бір бозарып, жан дүниесі мен дидары бірдей мың түрлі құбылғанын байқап отырмын. Не болса да айтып өлейін деген соңғы әрекетім еді. Не дедің, қайталашы. Осы сөзіңді маған берер уәдең мен антың деп айталасың ба деп тосын сұрақ қойды. Иә, айталам. Мен сені қатты жақсы көріп қалдым. Маған сенсіз өмір жоқ деп қолын ұстап едім. Ол ей жынды, адамдар қарап тұр ғой. Ұят болады деп қолын тартып алды да, мынаны тыңда. Менің әкем қанша коммунист болып партияда болса да, іштей бір құдірет барына сенеді. Сондықтан көз жасыңнан, нақақ төгілген қаннан, қарғыстан қорқады. Кеше кешкісін үйге бір қарақалпақ кемпір барды. Сіздердің көршілеріңіз екен. Сол айтты, сен мені ойлап ас су ішпей әлсіреп докторға түсті деп. Содан әкеме қарап, жетімдерді жебеуші бір құдірет бар. Егер мына бала құсадан өлер болса, оның обалы сенің отбасыңа болады. Ол өлген күні мен сенің дарбазаңның алдына келіп, екем-шегімді сауып қарғап кетемін. Қарақалпақ қатынның қарғысы қатты тиеді. Ұмытпа соны деп шығып кетті. Содан әкем қатты ашуланды. Маған ұрысты, қайдан ғана сол біреуге тап болдың деп. Бүгін де жұмсаған сол, әне ана жерде жеңешем тұр, әкемнің айтқаны саған түсіндір деді. Босқа арам тер болмасын, менен бас тартсын деді. Егер менің бақытымды қаласаң, менен бас тартуың керек екен. Маған ұрсып тұрып соны айтып жатқанда, мен сені ойлап отырдым. Дәу алабайдан қорықпайтын дюдай адам мені ойлап әлсіреп құлап жатқаны біртүрлі көрінді. Иә, көріп отырмын, бір-екі күнде азып кетіпсің. Сен мені алатын болсаң, шынымен мені жақсы көрем десең, алып қаш. Өтірік болса да молдатап, соған неге қидырдық деп айтамыз. Әкем содан аттай алмайды. Келіп алып та кете алмайды, кемпірдің қарғысынан қорқады. Соған уәделестік те тарадық. Сондай ерекше жағдайда тұрсақ та, бір-бірімізді қолымыздан ұстауға да ұят санадық, ұялдық. 2 күннен соң екеуміз қаштық. Қашқанда қайда барайық? Менің жұмысымдағы гараждың темір-терсек қоймасына тығылдық. Келген бойда әнеу күнгі шалға неке қию рәсімін жасаттық. Бір-біріңе не айтасыңдар дегенде тек Құдай айырғанша бірге боламыз дедік. Себебі алтын күміс дүние сұрап отбасы құрмайықшы. Ондай заттарға құралған одақтың соңы не ғайбыл дескенбіз. Қуғыншылар үйден іздеген таппаған. Қарақалпақ кемпірге беттемеген. Ағасы милицияға берейік дегенін әкесі тоқтатқан. Болмағанда опықсының қызын көрден қасса да табар еді. Ертесі күні бейтарап біреулер арқылы некеміздің қиылғанын жеткіздірдік. Үйімізге келіп, жігіттер ақша жинап алып, берген қойды сойып той жасаған болдық.
жүгері нан, тары талқан, шақпақ қант, кепкен өрік мейіз бар мәзіріміз сол болды. Беташарға көрші кемпір Николай патшаның теңгесін берді. Шем дегендер көкшіл сия сияқты спірт ішіп тілек айтты. Сонымен тамам тойымыз. Қазіргідей қызылды жасыл ештеңе жоқ. Біз өз үйімізде бақытты ғұмыр кеше бастадық. 1959-60 жылдары ақшаның құны жоқ болды. Қопарып жүрсе де ол ақшаға дұрыс бірдеңе сатып ала табу қиын еді. Күмісайдың әкесі есігімнен бір аттамастан кетті. Жеңгесімен қалада жасырынып ұшырасып сөйлескені болмаса, Күмісай анасын да көрмейтін. Екеуміздің бар асымыз тары көже, сүт бар, 2-3 қайтара салынып демделетін шәй, кепкен ерік еді. Басқа тамақ жоқ. Біз сонда да бақыт едік. Бізге сол бақытты қимай көре алмағандар да болды. Күмісайдың елден ерек сұлулығы жұрттың көзіне шыққан сүйелдей көрінді. Біз жерге ас таппай жүрсек те, бір-бірімізге шәй десіп көрмеппіз. Ол үнемі күле жауап беретін. Оның күлкісін көргенде айналадағы ала көбең қарда еріп кететіндей еді. Бір күндері Күмісайдың көңілі бір түрлі болып жүрді. Мен оны аяп, үйінді сағындың ба, мүмкін барып келерсің дегеніме, мен үйге барсам тек сенімен барам. Қазір барсам, аш отырғанымызды бетіме басады. Сондықтан бармаймыз. Кейін байып, бала-шағалы болғанда бір барармыз деп күлген. Жаңағы айтқан көре алмастар Күмісай туралы айтпаған өсегі қалмады. Тіпті бір күні бір қызық болды. Қазір қызық қой, ол кезде жан түршігерлік нәрсе еді. Күмісайдың сұлулығын, оның бай отбасынан бола тұра жетімге тигенін сан-саққа жүгіртіп жүрген бір қатын мен жоқтай үйге келіп шәймен ішерсіңдер деп халуа келіп кеткен. Арамдығы жоқ Күмісай бар алғысын айтып шығарып салып, халуаны менімен отырып жеп, шәй ішерміз деп қоя салған. Сол ортада көрші кемпір бұзау байласып жіберші деп шақырған. Қайтып келсе халуаның шетін тышқан кеміріп тастапты. Жеуге харам, лақтыруға көз қимай, мені күтіп отырса, әлгі тышқан шиқ-шиқ етіп басын шығарып өліп қалған. Міне інім, сондай да көре алмаушылықтар болған. Сол жаңағы айтқан Күмісайдың көңілі бір түрлі болып жүрген күннің бірінде мен ауылға трактормен жүк апаруға кеттім. Сол жақта бір қазақ үйден жүгері талқан алып қайттым. Келгеннен Күмісайдың қолына ұстатып ем, ол қуанғаннан секіріп мойныма асылды да, қайдан білдің жәкәу, кім айтты деп, ақ тер көк тер болып, қанты жоқ, дәмі жоқ, талқанды құрғақтай жей берді. Мен аң-таңмын, ол қақалы шашалып жеп жатыр. Әбден аузы толғанда деп күліп жібергенде аузынан талқан бұрқырады. Содан сүтпен жұтып тұрып, менің жүгері талқанға жерік екенімді қайдан білдің? Көрші әже айтты, жерігін қанса ұл табады екенмін деп күледі келіп. Осы жерге келгенде Жангелді ақсақалдың даусы тарғылданып, ерні кемсеңдеп кетті. Содан Күмісайым екіқабат. Менің көңілім күпті. Әке дегеннің не екенін білмей өскен мен, әке болам ба деп жүрмін. Не қуанарымды, не қорқарымды білмей жүрмін. Басты уайымым қалай асыраймын деген қорқыныш. Ақшаңа тамақ таптырмайтын заман еді ғой. 1960 жылдың орта тұсында дүниеге тұңғыш ұлым келді. Аяқ астынан босанды. Кіндігін сол баяғы қарақалпақ көрші әжем кескен. Мен гараждан естіп, үйге жүгіріп келсем, үйде қазан қайнап жатыр. Күмісай төргі бөлмеде оранып баламен жатыр. Көршілер жүгіріп сүйіншілеп жатыр. Біреу қалжа деп ет әкелген, біреу тауығын сойған. Сонымен мәре-сәре болдық-ау, шіркін-ай. Тұңғышымның атын артынан ұрпақ ілессін деп көрші әже ілеспай қойды. Ауыл дуалы әуле кемпір еді. Оған соңда 3 ұл мен 2 қызды дүниеге әкеліп бағып қақты ғой менің күмісім. Күмісай босанғасының 2 күннен соң түсте үйге келсем, есік алдында милицияның сары мотоциклі тұр екен. Жүрегім су етті. Тағы не болды екен деп, жалма-жан үйге кірсем, Күмісайдың ағасы милиция формасымен тұр екен. Қарындасын сағынып, босанғанын естіп, әйелін алып келгендегісі екен.
толтырып киім-кешек, азық-түлік ала келген. Маған қарап қалған Күмісай: «Аға, рахмет, керек емес. Бары бар, жеткілікті ғой. Жәкем жұмыстан тауып тұр. Керек емес ештеңе», деді. Жеңгесі тосылып, қолындағы дүниелерді не істерін білмей тұрып қалып еді. Ағасы: «Ай, сендерге бірдеңе әкелді деп кім айтты? Екеуің қаңғып кетсең де мейлі маған. Ана жаман жиенге әкеліп тұрмын. Жаңа туған шақалақтың несібесінен бас тартатын сен екеуің кімсің өзі? Оттамай аласыңдар. Жангелді жігітсің ғой, сенің қарындасың болып, ол жас босанып жатса не істер едің?» деп маған сұстана қарады. Мен не дерімді білмей, қайдам, бірге қуанып, бірге мәз болатын шығармын деп едім. Ол: «Енді сонда мені кім көресің? Сандаламай жиенімнің несібетін алып қаласыңдар. Осы жаман жетісіп, тілі шыққанша көмектесіп келіп кетіп тұрам. Мен келмесем де мына жеңгелерің келіп тұрады. 3-4 бала туған қатын ғой, бала бағудың жөнін айтып үйретер», деді. Күмісай егіліп барып ағасын құшақтап жылады. Оған жеңгесі қосылды. Сол тұңғышымыз келген күннен бастап біздің жағдайымызда жөнделе бастады. Біздер қарапайым күй кештік, бірақ бір-бірімізді қатты сыйлап жақсы көрдік. Кешегі 2020 жылға дейін Өзбекстандағы 3-ші ұлдың қолында болдық. Күмісай сол жылы еш ауырмастан көз жұмып кете берді. Бүкіл өмірін маған арнады. Мені өкпе ауруынан емдеп кетті. Неше жыл бойы сүтке қарсақтың майын қосып беріп жүріп емдеп кетті. Күмісай болмағанда мен бұлай 84-ке келмес едім. Әттең дүние-ай, деп ақсақал бір күрсінді. Бұл кезде біз шекараға келіп, шалдың ортаншы баласынан туған немерелері әрі қарай Өзбекстанға алып кетуге келіп тұрған жерге жетіп едік. Көліктен түсіп, немерелерімен амандасып болып, қол жүктерін соларға тапсырып болған соң, ақсақал маған қарап: «Құда, білесің бе, мені бір қара зіл басып тұрушы еді. Сенімен әңгімелесіп жеп-жеңіл болдым. Сен жазам деп отырсың ғой, жас балалар түсінсін. Үй болу үшін, сол үйде бақыт болу үшін ас та көк тамақ емес, қымбат жиһаз емес, асыл киім емес, ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сыйластығы керек. Боқ дүние адамға бақыт бермейді. Қиындықсыз келген мал жолдас болмайды. Адам асыл киіп, тәтті жеген сайын өзін жоғалта береді. Себебі адамның ішкі жан дүниесін сыртынан жабылған қабат-қабат асыл нәрсе тұмшалай береді. Екі дүниенің абыройын берсін саған деп, көрші елге өтуге аяңдай басып кете берді. Денесін тіп-тік, кеудесі көтеріңкі, себебі ол боямасыз шынайы махаббаты асыл жарының қасында мәңгі болу үшін бара жатыр. Соңы.